Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ветеринарлық шараларды ұйымдастыру. Бүгінгі сабақта мал ауруларының алдын алушы жалпы шараларды ұйымдастыру жайлы айтатын боламыз. Фермадағы ветеринарлық шаралар жүйесі малдың жұқпалы емес және жұқпалы ауруларының алдын алуға бағытталған жалпы алдын алу шаралар кешенінен, сондай-ақ белгілі бір жұқпалы аурулардан сақтандырушы арнайы шаралардан тұрады. Осындай шаралар жүйесінде ветеринарлық санитарлық жұмыстар, дезинфекция, дезинвазия, дезинсекция, дератизация ерекше орын алады. Өйткені бірден бір жалпы сақтандырушылық та арнайы да әсері болады. Жалпы деп малды жұқпалы және жұқпалы емес аурулардан қолма-қол немесе болашақта сақтандыруға тікелей немесе жанама әсері бар шараларды айтады. Осындай шараларға малды толық қоректі азықтармен, жарамды ішер сумен, талапқа сай қоражайлармен қамтамасыз етіп, тиісті күтім бағым жағдайларын туғызу жатады. Бұлар шаруашылық өндірістік жұмыстар қатарында болмағанмен де азықтардың, судың сапасына, малдың денсаулығына, фермада ветеринарлық гигиеналық және санитарлық нормативтер мен ережелердің сақталуына күнделікті дәрігерлік қадағалауды талап етеді. Сол себептен малды клиникалық байқаулар, диспансерлік зерттеулерден өткізу, мал азықтарының, судың, малдың қанының сынамаларын жолдап, азықтарды қоректік заттардың, витаминдердің, минералдық заттардың шамасын анықтау, азықтар мен су сапасын бағалар ветеринария мамандары жұмысындағы негізгі бағыттың бірі болып табылады. Шаруашылық мамандарының жұмысы мен лабораториялық сарап нәтижесінде сапасы жарамсыз азықтарды, суды пайдалануға тыйым салу туралы шешім қабылданады. Мал ауруларынан жалпы сақтандырудың тағы бір естен шығаруға болмайтын шарты мал өсіруші және оның өнімдерін өндіруге, өңдеуге қатысы бар ферма, кәсіпорын аумағында эпизоотиялық, ветеринарлық санитарлық ахуалды ұдайы бақылау, сол туралы ақпарат жинап отыру. Мемлекеттік пен ведомстволық ветеринарлық қызмет мамандары өз құзыры жүретін аймақтағы малдың аурушаңдығын, жер бедері, топырақ, өсімдік дүниесінің ерекшеліктерін, өлекселер жерленген орындарды, өңдеуші орындар мен өтелтеуші зауыттардың ветеринарлық санитарлық жағдайы мен орналасуын, патматериал мен қан сынамаларын, лабораториялық зерттеу нәтижелерін білуге тиісті. Ақиқат мәлімет алу үшін шаруашылық, мемлекеттік ветеринария мамандары бірлесіп қажет болған объектілердің ветеринарлық санитарлық ахуалын тексереді. Тексеріс нәтижесінде объектілердің нақты эпизотологиялық және де ветеринарлық санитарлық жай-күйі көрсетілген акт жасалады. Ондағы мал бағу, күтудегі бет ашылған кемшіліктерді, ауру тудыратын себептерді жою туралы нұсқаулар беріледі және де ауруларды емдеу, алдын алу шаралары ұсынылып, оларды орындау мерзімі мен жауапты тұлғалар тағайындалады. Жалпы алдын алу шаралары ретінде ерекшеленетін жұмыстардың бірі клиникалық байқаулар болып табылады. Клиникалық байқаулар жоспар бойынша немесе лажсыздан жүргізіледі және жекеше топтық жалпы байқауға жіктеледі. Шаруашылықтың өндірістік бағытында байқаудың көздеген мақсатына орай оны жылына 2 рет немесе 90 сайын, ай сайын, одан да жиі жүргізуге болады. Ағымы тез ауру малды күніне бірнеше рет бақылап отырады. Жоспарлы байқаулар көктемгі және күзгі науқандар қарсаңында өткізіледі. Малға жалпы яки топтық байқауларды ветеринария маманы фермаға келген немесе мал табындары мен топтарын аралаған сайын жүргізеді. Мұндай байқау үстінде азықты үлестіру, азықтану, серуендеу, су ішу кезіндегі малдың мінез құлқына, кеңістіктегі қозғалысына назар аударады. Әдеттегіден ауытқулар байқалған жағдайда малды жеке зерттейді. Жоспарлы байқауды ойдағыдай ұйымдастыру үшін оның уақыты, орны туралы алдын ала құлақтандыру жасайды. Кейде оны монтировка немесе жаппай жүргізілетін шаралармен қоса өткізеді. Жекеменшік малдардың қорасында немесе эпизотологиялық жағдай бойынша мүмкін болса арнайы жабдықталған алаңда қарайды. Бұл жұмыс жергілікті әкімшілік өкілінің қатысуымен атқарылады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.